Қазақстан жолы және Нұрсұлтан Назарбаев. Алтай өңірінде осындай атаумен құрметті кафедра ашылды. Қазақстан мен Ресей білім беру бағдарламасын жақындастыратын орталық жұмысы Барнаул қаласындағы Алтай мемлекеттік университетінде жүргізілмек. Дәл осы оқу орнында ашылудың өзіндік себебі де жоқ емес. 40 жылдық тарихы бар университет соңғы 5 жылда Азия аумағында көптеген шаралар өткізіп, білім берудегі жаңашылдықтарды қалт жібермейтін ТМД аумағындағы үздік университеттер қатарынан көрініп жүр. Құрметті кафедра Барнаул қаласында өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер білім министрлерінің 5-ші кеңесі және аталған ұйымға мүше мемлекеттердің 8-ші білім беру апталығы аясында ашылды. И вот, наверное, самым дорогим подарком является... Құрметті кафедраның ашылуы форум аясында өткен шаралардың маңыздыларының бірі. Елбасы кітапханасымен қарым-қатынас орнатып, Азия кеңістігінде ғана емес, барша әлемге аты әйгілі адамның, тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен аталған кафедра ашылды. Менің ойымша, бұл кафедра Ресей, қазақ студенттері үшін өз қызығушылықтарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін білім беру орталығы, пікір талас алаңына айналады. Айта кету керек, Шанхай ынтымақтастық ұйымы өз мүшелерінің арасында түрлі салаларда кең ынтымақтастықтың дамуын қарастырады. Мәселен, Шанхай ынтымақтастық ұйымы университетінің басты миссиясы инновациялық білім беру бағдарламалары негізінде бірге отырып кәсіби жоғары маман дайындау. Қазақстан жолы және Нұрсұлтан Назарбаев кафедрасы бұл мақсатқа жетудегі бірден-бір жол болып табылады. Менің ойымша, осы кафедра біздің екі елдің ынтымақтастығының бір тірегі болады деп ойлаймын. Үлкен үлесті қосып жатқан жақтардың біреуі, ол біздің елбасының кітапханасы. Елбасының атындағы ол кітапханада міне көп кітаптар алып келіп отыр. Шындығында бүгінгі таңда елбасының осы творчестволық жағынан болсын, саяси қоғамдық жағынан болсын, еңбектерін елге паш ететін осындай кітапхананың бүгінгі осы істеп жатқан еңбегі осы екі елдің арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуға қосқан үлесі деп білемін. Құрметті кафедраның ашылуына ұйытқы болған Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасы. Кафедраға мәдени зерттеу орталығы ретінде Қазақстан тарихы мен мәдениеті туралы қажетті ақпарат беріп, қазақ тілін үйрету кешеніне айналу жүктеледі. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің қызметімен танысып, Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбектерін зерттеуге зор мүмкіндік болады. Бұл алдымен қазақ мәдениетін таныту, Назарбаев идеяларын жеткізу. Сондықтан бұл алаңды басқа облыстар мен аумақтардағы Қазақстан кеңістігі деп қарастыруға болады. Бұл жобаның бізге толық көрсетуін әріптестермен сұраған едім. Және осындай кафедра бізде де ашылады деп сенемін. ЖЖО тығыз қарым-қатынас орнатудамыз. Мәселен, біздің оқытушыларымыз бен студенттеріміз Астанада тәжірибеден өтті. Башқұртстанда біз ынтымақтаса жұмыс істейтін өте үлкен қазақ диаспорасы өмір сүреді. Тіпті университетімізде қазақ этноауылын жасаудамыз. Сондықтан құрметті кафедраның тәжірибесі бізге өте қажет. Кафедра Алтай университетінің оқу бағдарламасына элективті курс ретінде енгізіліп, студенттердің бойына көшбасшылық қасиеттерді дарытады және дискуссия алаңына айналмақ. Бұл жаңалық әсіресе Ресей жерінде оқып жүрген қазақ балаларына үлкен қуаныш сыйлады. Бүгінде онда 430 қазақстандық мамандық игеруге талпынып жүр. Біз бүгінгі жалпына ашылып отқан кафедраға өте қуаныштымыз. Бүгінде мысалы бізде бұл университетте көп ұлттан келген студенттер оқиды. Тәжікстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан. Жалпы оларға біз қуаныштымыз ашылғанына, өйткені біз оларға келіп, өзіміздің еліміздің, президентіміздің жетістіктерін көрсетіп, солармен таныстырып, елімізді алған тәуелсіздіктен кейінгі қанша жетістіктерге жеткеніміз жайлы осында ақпарат алуға болады. Я рад, что была открыта кафедра. Алтай мемлекеттік университетінде Қазақстандық кафедраның ашылғанына қуаныштымын. Өйткені бұл ұйымның бір бөлшегі іспетті. Мен мұнда келіп, өз елімнің тарихы туралы қайта оқып, Қазақстан туралы шамалы болса да, білетін достарымды да осында шақырамын. Өйткені бізден үйренетін көп деп ойлаймын. Біз толерантты, көп ұлтты елміз. Бұл жерде біздің президент туралы кітаптар мен бейнематериал түрлігін айтқым келеді. Мен өз елімді мақтан тұтамын.
даже в России, даже в Барнауле, который всего в 500 километров. Бүгін Қазақстан туралы мағлұматты толықтыратын маңызды күн. Қазақстанмен арасы 500 шақырым құрайтын. Барнаулдың өзінде біздің ел туралы көп адам біле бермейді. Көбі Астанамыз әлі Алматы деп ойлайды. Сол себепті бұл кафедра менің отаным туралы қажетті ақпаратты мол алуға көмектеседі. Өз достарымды осында шақыратын боламын. Своих знакомых, товарищей, которые из России, из Барнаула. Ынтымақтастық туралы келісім елбасы кітапханасы, Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті және Алтай мемлекеттік университеті арасындағы меморандуммен бекітілді. Оған дейін Қазақстан жолы және Нұрсұлтан Назарбаев кафедрасы Мажар елі Венгриядағы Яныш Кадалани атындағы қолданбалы ғылымдар университетінде ашылған еді.